Бүгінгі сабағымыз 25-ші сабақ фигуралар сәуле кесінді дейді. Бірінші сәуле не екенін түсініп аламыз. Сәуле түзудің бір нүктесінен басталып, осы нүктенің бір жағында жататын және осы нүктені де қамтитын бөлігі дейді. Мынаны қараңыздар, сәуле дегеніміз ұзынан точка қойып аламыз да, ұзынан сызамыз, бірақ мына бетіне точка қойылмайды екен, шексіз кете береді екен. Кесінді дегеніміз түзудің екі нүктесінің аралығында жататын және осы екі нүктенің де қамтитын бөлігі дейді. Кесінді дегеніміз міне екі шетіне де нүкте қойылады. Мынау жағына сәуледе бір жағына қойылса, ал кесіндіде екі жағына да нүкте қойылады екен. Енді бізде бірінші тапсырманы орында дейді. Қағаз бен карандаш ал, қағаз бетіне нүкте қой, сәуле жүргіз дейді. Сәуле жүргізде, қараңыздар, мына жерде бір точка қойып аламыз, оны ұзынан сәуле жүргіземіз, сол кезде осы сәуле болады екен. Енді біз кесінді жүргіземіз, кесіндіге бір жағын точка қойып аламыз, оны ұзынан сызамыз да, екінші бетіне де точка қоямыз, сол кезде бізде бұл кесінді шықты. Біріншісінде сәуле, екіншісінде кесінді екен. Ары қарай бізде қай фигуралар тең дейді, қандай түсті фигура тең дейді. Қарап тұрсақ, мына жерде шаршы тұр, екі шаршы. Түстері бөлек болғанмен, бірақ бірдей фигура екен, екеуі де шаршы. Мына жерде екі шеңбер тұр, мына жерде үш бұрыш тұр екен. Шатастым мен. Мына жерде үш бұрыш екеуі екен, ал енді мына жерде екі шеңбер екен, екі шеңбер сөйлесе бізде бұл жерде тең екен. Ал мына жерде қараңыздар, екі шеңбер тұр, біреуі сары, біреуі розовый, күлгін. Енді мына жерде үш бұрыш тұр екен, екеуі де бірдей екен, үш бұрыш. Енді бізде мына жерде қанша сәуле бар екен есептейміз, бір сәуле тек қана тұр. Ал қалғандары кескіндер екен, 1, 2, 3, 4, 5 кескін екен. Мына фигурамыз бізде сәулеміз ғана жалғыз өзі екен, қалғаны кескін 5 екен. Мына фигуралар бізде пішіндеріміз бәрі тең екен. Тек қана сәуле мен кескін біреуі көп, біреуі аздау екен. Ары қарай бізде үшінші, әр қатардағы фигуралар қандай белгісі бойынша жинақталған. Белгілердің бір бойынша 4 геометриялық фигура сал дейді. Бұл жерде пішін, түс, өлшем екен. Пішіндеріміз санайға. Бұл жерде шеңбер, 4 бұрыш, шеңбер және 3 бұрыш екен. Бұл жерде әр түрлі пішіндер екен, біріншісінде. Екіншісінде 3 бұрыш екен. 3 бұрышымыз біздің бұл жерде пішіндер берілген екен. Пішіндеріміз 3 бұрыш екен. Түстері басқа болғанмен бірдей пішіндер екен. Ал бізде енді үшіншісінде 3 бұрыш, 4 бұрыш, бірақ түстері бәрінің көк екен. Түстері бірдей екен міне. Ал келесі 4 бұрыш, кішкентай 4 бұрыш және 4 бұрыш екен. Бұл жерде түстерде әртүрлі және пішіндерде, өлшемдерде әртүрлі екен. Өйткені мыналар бірдей болғанмен, мына жерде кішкентай екен өлшемі. Өлшемдері әртүрлі екен. Енді бізге сызындар дейді. Бұл жерде мынандай фигура сыздық. Мына жерде шеңбер, шаршы, 3 бұрыш және шаршы сыздық. Шаршымыз біздің кішкентай екен, үстіп сызсақ болады екен. Бізде ары қарай қосуға 2 мысал және азайтуға 2 мысал құрастыр және жаз дейді. Бірінші 5 қосу 2. Оны қараңыздар. 5 қосу 2, 7 болады. 4-ке 2-ні қоссақ 6 болады екен. 4-ке 1-ді қоссақ 5 болады екен. Жерде шатас кетпіз. 4-ке 1-ді қоссақ 5 болып тұр. 5 деп жазасыздар. Енді алу дейді.
біз 2 қосу 2 алу жаз деген, біз 3 қосу 3 алу жазайық. 7-тен алсақ 2-ні 5 болады, 6-тан 2-ні алсақ 4 болады, 3-тен 1 алсақ 2 болады екен. Сөйтіп жазады екенбіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.